Мен сөзбен оқытатын эксперт емеспін ғой, мен практик экспертпін. И өзіммен жұмыс істеу барысында мен күннен күнге жаман спокойный, эмоцияға берілмейтін, тыныш, спокойный, аз сөйлейтін, қалай айтсам екен, сондай бір тыныштықта өмір сүре бастадым да. Сол кезде ойлай бастадым, бұрын ананы қалаймын, мынаны қалаймын деп эмоциямен бір нәрсеге жанталасып, талпынып жүргенімде жақсы еді. Мынау не деген тыныштық. Масқара тыныш адам болып қалдым мен, понимаете? Сөйтіп зерттей келе түсінгенім, құрметтілерім, энергия дегенді біз күшті көңіл күйде вау деп жүргенді біз энергия деп ойлайды екенбіз да. Оказывается, энергия деген тыныштық деген екен. Энергияның тамыры тыныштықта екен. Сол үшін сіздер жан тыныштығын іздей бересіздер. Сол үшін барлық адам жан тыныштығын қалайды, түсінесіздер ма? Нағыз энергия вау емес, нағыз энергия тыныштық екен. Вот сол тыныштық состояниясында өмірлеріңізді өзгерте аласыздар. Міне соған үйретемін мен сіздерді.